Сәлеметсіңдер ме балалар? Жаратылыстану сабағына қош келдіңдер. Бүгін біз табиғат ресурстары деген тақырыпты өтетін боламыз. Бүгінгі сабақта сен табиғат ресурстары деген не? Және оны қайда қолданатынын білесің. Тірек сөздерді үш тілде айтып үйренесің. Қанекей балалар, ой қозғап жіберейікші. Табиғат ресурстары дегеніміз не? Табиғат ресурстарының қандай түрлерін білесіңдер? Иә, балалар, дұрыс айтасыңдар. Табиғат ресурстары дегеніміз табиғаттан алынатын және адам өмірінде пайдаланатын заттар. Оларға су, ауа, күн, жел, топырақ, өсімдіктер және жануарлар жатады. Тамаша, ендеше табиғаттан біз не аламыз? Адамдардың өмір сүру үшін не қажет? Олар ең қажет заттарды қайдан алады? Суретке қарап жауап беріп көрші. Иә, балалар, дұрыс айтасыңдар. Ең бірінші бізді айналамызды қоршап жатқан ол біздің ауамыз. Біз ауамен тыныс аламыз. Бізге ауадай қажет деген сөзден ақ қалған. Енді тағы да айтатын болсақ, бізге күн қажет. Күннің көзі арқылы біз жылу мен жарықты аламыз. Сонымен біз оларды өзімізге жарық үшін, электр қуаттары үшін пайдаланып жатырмыз. Келесі тоқталатын біздің ресурсымыз ол су. Суды біз күніге қолданамыз. Суды ішеміз, жуынамыз, және де суды өсімдіктер мен жануарларға да береміз. Иә, балалар, енді қара, бүгін біз сендермен осы үш сөзді тірек сөз етіп аламыз. Күн, солнце, сан. Ауа, воздух, air. Су, вода, water. Қанекей балалар, осы сөздерді тағы бір қайталап көрейікші. Ауа, воздух, air. Ауа, воздух, air. Тамаша. Келесі. Күн, солнце, сан. Күн, солнце, сан. Жарайсыңдар, балалар. Келесі сөзіміз су, вода, water. Тамаша, балалар. Біз міне сендермен табиғат ресурстарының үш сөзін тірек сөздер етіп қайталап үш тілде аударып көрдік. Ендеше жақсылап есімізге қалған болса, оны біз тапсырма ретінде бекітіп көрейік. Қанекей балалар, тапсырманы ендеше жасап көрейік. Ағылшынша water, күн ағылшынша sun. Air қазақша ауа болады. Тамаша. Ендеше сабағымызды қорытындылап үй тапсырмасын берейін. Үй тапсырмасында сендер, балалар, табиғат ресурстарына мысал келтіресіңдер, оның саған қандай маңыздылығы бар екенін әңгімелеп бересің. Өз өлкеңде қандай ресурстарды пайдаланып жатырсыңдар? Мәліметтерді дайындап кел. Балалар, назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Кездескенше.